Енді шын айтқан кезде біздің Қазақстанға кореецтер ертерек келген. Бұл 91 жылы, 92 жылы біз мемлекетпен өз алдына шыққан кезде корейлер бізге өте жақсы келді. 92, 93, 94-те. Неге? Өйткені Алматыдағы бүкіл қонақ үйлер негізі кореецтердің басқаруына өтті. Алматыдағы казинолардың барлығы кореецтердің қолына өтті. Өйткені бұл бизнесті олар жасаған ғой. Әкелді де тез ақшаларын салып жасады. Сол кезде кореецтер бізге кірді дендеп та. Бұлар жай ғана кірген жоқ, бұлар өндіріске де кіргісі келді. Бірақ бұл кезде өндіріске кірген кореецтер ол кезде жаңағы алу беру деген нәрсені біле қоймайтын еді. Соған байланысты мысалы мен соның бір куәсімін. Бізде машина жасау заводы ашылатын болды да, Kia Sportage деген машинаны Тұлпар деген атауымен жасамақшы болды. Біз ол кезде машина жасау факультетінің 3-ші курс студенттеріміз Кореядан келіп оқимыз деп бір айлық курсты өтіп жатқанымыз өзімізде. Сол машина жасау заводына келеміз, сол жерден 3 айлық жаңағы жетілдіру курсынан өтеміз де, сол заводқа болашақта жұмыс жасаймыз, машина жасау факультетінің студенттері болып деп. Бірақ осы курсымыз бір айдан ұзаған жоқ, тарады. Неге дегенде Қазақстанда машина шықпайтын болды деп. Неге келісті? Арадағы осы пара беру мәселесіне келгенде 1% үшін кореецтер келіспеді. Сөйтті де 1% үшін, өйткені бұлар ақша саламыз, 51 біздікі болсын, сендер еш нәрсесі 49 сендеркі болсын, біздікілер сол 1%-ке келіспеген 50-50 болуымыз керек деп та. Сөйтіп отырғанда ар жақтан өзбектер келді да, сендер 51 болыңдар, біз ақ 49 болайық деп алды да кетті да. Соның арқасынан ДЭО шықты, ол жақта қазір дүниеге сатып отыр өзбектер машинасында. Оның сыртында басқа да нәрселер. Осы жағынан біз коррупциямызды көрсетеміз деп, Кореяның үлкен инвестициясынан уақыттан айырылып қалдық. Осы өткендегі мен келген кезде мен осы жақта үлкен кісілермен кездестім, сөйлестім, ойларын білдім. Сол кезде айтты, мен қазірдің өзінде де істеп жатырмын, енді ғана біз халыққа келдік деді. Сол кезде айтты, біз Астанадан үлкен объект алғанбыз құрылыс салуға. Хайвил деген сала отыр Кореяның. Тура соның қасында Hyundai-да салмақшы болған. Бұл корпорация ғой, бұл арада құрылыс нәрсесі бар. Сол нәрсеге келгенде жер теліміне байланысты сол жақтағылар ақша сұрады, біз оны бере алмадық деді да. Хайвил берді, өзіне керек жерлерді алды, олар бастап кетті құрылыстарын деді да. Ал біз сол нәрседе келісе алмай керіс шегіндік. Неге? Өйткені біздің Hyundai-да қойылған нәрседе пара беру деген нәрсе жоқ. Қандай жағдайда да келісіп қана істейміз деп та. Өйткені ол кісілер өздерінің сондай нәрсе екенін көрсетті, жұмыс барысында басқасында да. Бізде келді, олар бізді басқысыған жоқ. Алды, апарды, көрсетті, қыдыртты, бізбен бірге ойнады, күлді, былайша айтқан кезде ше. Енді қонақ үйге бардық, тауға шықтық. Бізбен қатар-қатар жерге көрпе салып тастап жатты, қарапайым кісілер да. Тауға шығарды, өздерінің нәрсесін көрсетті, өздерінің кішіпейілдіктерін да. Сол кезде сұрадым, енді бізбен әңгімелесіп отырсыз, сіздердің ойларыңыз қалай Қазақстанға инвестиция салу мәселелері деген кезде? Біз Қазақстанның негізінен болашағына сенеміз деді. Біз болашақтағы партнер ретінде көреміз Орта Азиядағы деп та. Қалай деп ем, өйткені біз соңғы 5 жылда қарап жүрміз деді, осы Кореяның жоғарғы оқу орнының үздік студенттері қазақ балалар деді. Сонда олар айтты да, біз о балаларға инвестиция құя аламыз. Неге? Олар 5 жыл бойы оқыды, біздің менталитетті білді, біздің тілді білді, ертең ана жақта ол бізбен істей салады деп та. Сонда енді өзіңіз қараңыз, бір мемлекетке кіру үшін бірінші ақшамен кірмейді. Инвестицияның үлкені бұл білім, оқу, сол арқылы өз-өзін таныту. Дүниеге жаңа айтып отырмын ғой, Корея LG-мен басқасымен танылмай тұрған кезде, мысалы, кинолармен танылды. Өздеріне деген сүйкімділіктерін арттырды. Содан кейін барып, ол жаққа кореец бизнесмен келсе, барлығы Корей киносындағы көрген өте сыпайы, өте керемет азамат деп қарады да, бұлар өтірік айтпайды. Софт пауэр ғой енді, мягкая сила дейді ғой, сол арқылы кіріп отыр. Сөйтіп кіріп жұмыстарын жасап жатыр да. Әрине, біз көрші Қытаймен салыстырғанда Қытай біздер үшін қауіпті. Орыстар да аз қауіпті емес мысалы да. Болашақта инвестициялық мәселелер келгенде біз Кореямен дұрыс жұмыс жасауымызға болады да. Себебі бұлар бізбен территорияда шектеспейді, бір қауіптің жоқтығы да. Екіншіден біздің дініміз мұсылман, бұлардікі жаңағы христиан ғой. Соған байланысты діндеріне өткізіп алады деген мәселе жоқ та. Ал бұлар шынымен бізге инвестиция салады, үлкен инвестициялар салады. Неге? Өйткені жоғарғы технологиядағы дүниелер жасап жатыр ғой, мысалы Samsung болсын, басқа да технология. Солардың негізгі бөлшектері үлкен орысша редкий металл дейді ғой.
сирек кездесетін металдар бар. Солардан жасалынады да негізі. Сондықтан ол редкий металдардың барлығы, жаңа сирек кездесетін металдардың барлығы Қазақстанда бар. Бұлар соған тәуелді. Сол үшін де бұлар біздерге инвестиция салып жұмыс жасайды. Бірақ та жаңағыдай нәрсе бар ғой, біздің ішіміздегі коррупция бұзылмай, бұлар бізге бара алмайды. Мысалы, жаңа айтып жатсыз ғой, мына бүгінгі жаңалықтағы жазған колледжға емтихансыз кіргізіпті деп та. Біздікілер болса, ода тұрған не бар деуі мүмкін да? Иә. Біз не только колледж деген есептелмейді, университетке ешқандай ақысыз кіргізіп жатыр да, немесе шетелге мемлекеттің ақшасын төлеп жіберіп жатыр деген сияқты. Ол біз үшін жаңалық емес, бірақ та адам осы нәрселердің барлығынан үйреніп қалады да, біз уже коррупцияның өзін сыйлық деп қана қарайтын жағдайға жетіп қалдық та. Жаңағы взятка дейді ғой орысша. Иә, пара. Иә, параны сыйлық деп қарайтын жағдайға жетіп қалды да. Алла өзі кешірсін да. Осы нәрселерді тыйғаннан кейін ғана бұл мемлекет дамыған. Мені көріп жатсыз да, бірде-бір бала мектепті мықты оқымай университетке түспейді. Университетке түспеген бірде-бір бала жұмысқа қабылданбайды. Жұмысқа бірде-бір бала қабылданбайды, оның білімі сол деңгейге жетпесе. Сол үшін де бұлар жұмыс деген жерінде тек нәтижеге жетеді. Иә? Баған әңгімеде болды, сондай балаларды таңертеңнен кешке дейін оқумен басқа нәрсе болғанда стрессте суицидқа да кетіп жатыр деген да. Олар оған қарайды, әрине баланы о жағынан да олар тәрбиелеуге тырысады, ондайға кетіп жататын болса, енді еркек тоқты құрбандық деген сияқты белгілі бір деңгейде олар оны құрбан ретінде санай береді. Бәлкім неміс машинасы мен жапон машинасы мықты болса мықты шығар, өйткені ұзақ мерзімге жасалынған машина болғаннан кейін да. Бірақ та біз машина 2 жыл, 3 жылдан артық айдамаймыз ғой. 20 жылдық, 10 жылдық машина ешкім айдамайды қазір да. Сондықтан Корей машиналары жаңа 10 жылға еш қиналмай шыдай береді. Мысалы, Samsung телефоны күнделікті бір жаңалығымен шығып жатыр. iPhone-ға қарап отырсаң ешқандай бір несі жоқ, иә? Бүкіл функциялары бар, тағы басқа нәрсе. Адамның қажеттілігін ақтайды, және сол адам қаражаты жететін деңгейдегі нәрселерді олар тоқтатпай жасап жатыр да.